Сәлем баршаңызға. Бүгін рассольник сорпасын жасаймыз. Құрамы экранда көрсетілген. Алдымен перловкамызды жақсылап асып аламыз. Алдымен кастрюляға су толтырып, перловкамызды салып қоямыз. Перловкамыз біздің қайнап жатқан уақытта, бұл уақытта біз көкөністерімізді тазартып, турап дайындап аламыз. Перловкамыз судың ішінде 1 сағат қайнаса бізге жетіп жатыр, яғни уже дайын болады. Сәбізімізді барынша жұқа, барынша майда етіп тураймыз. 2 окорочкамызды размороз етіп дайындап аламыз. Тауықтан көріп тұрғаныңыздай мынау құйрық жағы, оны алып тастаймыз. Одан кейін мен мына сүйекті тоже алып тастаймын. Кейбір кісілер енді қалдырып жатады, яғни қалауларыңыз бойынша. Тауықтың осы жері сүйегін алып тастап, 2 окорочканы солай тазалап шығамын. Қайнап жатқан кастрюляма перловкамен бірге 2 окорочканы ішіне салып жіберемін, яғни пісіп бульонда дайын болады. Дайын болған бетте 2 окорочкамды сорпаның ішінен бөлек шығарып аламын. Достар, каналға жазыламыз, подписка жасаймыз, комментарий қалдырамыз, лайк басамыз, қалауларыңызша. Мүмкіндігіңіз болып жатса, поделиться кнопкасын басып, ссылкасымен WhatsApp чаттардан бөліссеңіз болады. Содан кейін картошкамызды жуып, тазалап, кубиктап тураймыз және қайнап жатқан сорпаның ішіне салып жібереміз. Картошкамыздың да пісу уақыты 30 минут, тауықтың да пісу уақыты 30 минут. Одан кейін зажаркаға дайындаламыз, яғни сковородкамызды шығарып, туралған сәбіз, туралған жуамыздың барлығын зажаркаға дайындаймыз. Осы асылып жатқан сорпамызға тұз салуды ұмытпаймыз, және қалауларыңызша әмбебап приправасын қоссаңыз болады. Осылай кастрюлямыздың ішінде тауық және картошкамыз пісіп жатады, яғни пісу уақыты 30 минут. Зажаркамызды дайындап аламыз және томат қосуды ұмытпаймыз. Тұз және бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша приправаларыңызды дайындап қойыңыздар. Жуамызды жіңішке және кубиктап майда етіп тураймыз. Кішкене қызарғанша барынша қасықпен араластырып отырамыз, өте жиі араластырамыз. Содан кейін сәбізімізді жіңішке кубиктап турап, сол қуырылып жатқан жуамыздың үстіне саламыз. Қолымызды қасықтан алмаймыз, постоянно араластырып отырамыз. Жалпы сковородкада қуыру уақыты 5-7 минут, яғни түбі күйіп кетпеу керек, сол үшін өте жиі қасықпен араластырамыз. Переправа саламыз, қалауларыңыз бойынша тұз саламыз, одан кейін жаңағы дайын болған бочковой огурцы дейміз, сол қиярды жіңішке етіп кубиктап турап салып жібереміз. Егер маринованный қиярдың суы болса, суын қоса қойыңыз, сонда керемет дәм береді. Барлығын араластырып 3 минуттай қуырып шығамыз. 2 үлкен ас қасық томат саламыз, сол кезде қызғыш, әдемі иіс және әдемі түс береді. Газдағы отты азайтып, 1 минут тағы бір мәрте бұқтырамыз. Және тұз салуды ұмытпаймыз. Бұл уақытта қайнап жатқан тауық етін кастрюлямыздан алып шығарамыз. Өйткені біз ол тауық етін жіңішке етіп тағы бір мәрте турауымыз керек, ал сүйектерді алып тастаймыз. Ал перловкамыз сол кастрюлямыздың ішінде қала береді, яғни ары қарай бұрқырап сумен бірге пісе береді. Зажаркамызге қиярдың суын құйып, тағы бір мәрте араластырғаннан кейін кастрюлямызға құйып саламыз. Сорпаға қосылған зажарка сорпаға қызғыш, әдемі цвет және әдемі дәм береді. Вилканың көмегімен тауық етінен жаңағы етін сылып аламыз, яғни үзу арқылы. Сол кезде сорпаның ішінде ет өте жұмсақ болады және жеуге ыңғайлы келеді. Ал сүйектерін бөлек алып тастасаңыз болады, яғни тамаққа қоспасаңыз өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Смағұлова Еңлік.